Қазіргі таңда осы сілибаның, яғни қазақша қара өріктің нағыз піскен уақыты. Дәл осы нағыз піскен уақытта үй жағдайында балаларыңызға осылай компот дайындап берсеңіздер болады. Сілибаның пайдасы өте көп, бірақ та сілибаны осылай тірілей балаларыңызға беруге болмайды. Себебі ол асқазанның ауруына душар тигізеді. Сондықтан осылай сілибаны компот қылып жасап берсеңіз, балаларыңызға өте пайдалы. Яғни ол балаңыздың көруін жақсартуға, қан қысымы және де иммунитетті көтеруге өте пайдалы. Сондықтан дәл осы әдіспен балаларыңызға үй жағдайында компот дайындап ұсынсаңыздар болады. Ең алдымен үйдегі керекті барлығы заттардан осылай компот дайындадым. Үйде бар апельсин, алма, алмұрттың барлығын қосып жасадым. Қоспай ақ сілибаның өзінен, қара өріктің өзінен жасауға да болады. Мен үйде осындай қалып кеткен алмалардың барлығын осылай турап, дәл видеодағыдай турап, барлығын дайындап алдым. Осы кезде мен 4 литрлік кастрюльмен суымды қойып, қайнатып қойдым алдын ала. Одан кейін осылай барлығының шіріктерін, барлық жерін алып тастап, осылай барлығын турап алдым. Және де қыздар, сіздерге айта кетейін, менде осы YouTube каналының ішінде қысқа керекті нағыз керемет салаттардың рецепттері бар. Яғни уксуссыз аспиринсіз салатын рецепттер бар. Ешқашан атылмайды. Дәл осы әдістермен жасап көрсеңіздер болады. Отбасыларыңызға міндетті түрде ұнайтын болады. Және де сұрақтарыңыз болса, комментария қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беретін боламын. Міне достар, барлығын осылай турап дайындап алдым. Енді кезекте қайнап тұрған кастрюлемізге барлығын бірге салатын боламыз. Барлығын осылай салғаннан кейін үстіне мен бір касемен секер салған болатым. Себебі менде қатты тәтті қылмадым, кішкене қышқылдау қылып жасадым. Балаларыма өте солай ұнайды. Егер де сіздер тәтті болған қаласаңыздар, тағы да осылай бір касе секер салып жіберсеңіздер, тәп-тәтті болып шығады. Барлығын салғаннан кейін осы жақсылап барлығын араластырып алдым. Жақсылап араластырғаннан кейін астын орташа отта бір 10 минуттай ғана тек қана қайнатасыздар. Қатты езіп жібермеңіздер. Ары қарай өзге балаларыңызға салқындатып ұсына беріңіздер. Дәл осы әдіспен жасап көріңіздер. Балаларыңызға да өздеріңізге де өте пайдалы сусындардың бірі. Рахмет, видеоны соңына дейін толық қарағандарыңыз үшін. Сіздерге рахмет айтамын.